4 жыл iPhone 8 ұстап, бірден 16 аған досың. Оның заряд азай қалыпты. Айша, зарядчик әкеш. Оның Nokia-ның зарядчигіне несі? Шатастыратындай нәрсе ме ол? Тәте келсең фотоға түсіп пе? Әсел пешпен түспейтін шығармыз? Телефонмен түсірсей ме? Мен далаға шықпай дейші. Еппайды 13 ұстап қалған. Мен қолым жоқ қой дейші. Мынау не Айша? Калькулятор ма? Қазір калькулятор дамып кетті ғой, я? Зама молодец. 13 па мынау? Мен тамыма кіргізбеші телефон. Жүрегім айнайды 13-тен. Кетші. Мына видео дым қызық қылмай жатқан сияқты достар, я? Когда мамаң тас ғасырында өмір сүрген? Мен болдым ше, мама. Біздің кезімізде қатқаннан жейтін ек біздер. Жұмсақ кезінде жеп қоймапсыздар да, я? Біздің кезімізде 7 километр жерден су тасып жейтін ек. Қаяқта тұрғасы да, негіз мама? Ойбай, секіртке жүр, мама. Ой, біз кезінде аюдың қасында ұйықтайтын едік қой. Орманда тұрғастар ма? Мен сәл кір болып қапшы, киімді ауыстырамын ше, мама, мен. Ой, біздің кезімізде 9 жыл киетін ек қой бір киімді. Тақыр кедей болғастар ма, мама? Мен қарным ашты, сәл жұмыртқа жеймін ше. Не жейсің? 4 жейтін шығармын. Ой, біздің кезімізде 4 бір апта жейтін ек қой. Бір апта? Негізі ана әке шешеңіз сіздің үйде бар екеніңізді білген ба? Қалай тірі шыққасыздар? Сәл демал боламын, мама. Біздің кезімізде бір жастыққа 8 адам жататын ек қой. Бір жастық 8 адам? Детдомға қашып кете салмаздар, мама? Сояқ дұрыс сияқты ғой. Мен айтпақшы үйдің ортаншы қызымын ғой. Бәсе, сондай бірдеңесі бар ғой. Айтпаса қарайтын еді ғой үйдегілер. Сен үйдің неғып ма? Сен де үйдің ортаншысың ғой. Мен зато үйдің ортаншысы болсам да. Зато? Когда бірінші рет үйдің қарызын жаптым. Ринат, молодец. Айтпақшы, магазин қарызы бар еді. Өткенде бір-екі заттар алып едік та. Су. Не алып жатсың не? Үйдің қарызын жапқанға ұқсап? Ана Ринат шаршаған сияқты ғой, иә? Шаршап. Шөлдеп кеттім ғой. Мыналар әлі түсінбеген ба? Екі рет тұрғанда сен жүгіріп келесің. Шатасып алсыңдар. Бір рет сен, 3 рет сен, 4 рет тұрғанда сен жүгіріп келесің. Сонша міндетсің емес, 1 жарым теңгесін. Сенің бір суды 7 жыл ішетін досың. Горилла зор сендегі жеттер. Қайттан асып алды ғой, негізі зор ғой, Зор. Семей, я? Мына жерді зор қылса қойыпты ғой, я? Бір апта өтті ғой, істегенде. Мұнан тыстамайсың ба, бітпей мұны? Жоқ, барсың не? Қазір точно бар ма? Иә. Сығып кетті ғой, мұны. Ой, кайф кетеді бұл. Байт, Қалайсыңдар? Көрінбей кеттіңдер. Қалай дегенде мұна горилланың. Мұнан тыстас, мұнан қолына жабысып қапты ғой, мұны. Сондай ғой, я? Таусымай жабысып қойған ғой, мұны. 4-ші күн ғой бүгін. Ішесіңдер ма? Жоқ, мұй. Ена 80 жылдықты өткізіп алдық ақырында. Қалайсыздар? Мына бәле әлі жүр ғой. Тыстамайсың ба мына не? Сау болдық қой өзі. Алынбай жатыр ше. Алмай жатыр ма? Бірге кетеміз осымен. Жақсы па? Енді сенің қолынан алмайды ғой мұны. Seni tapasam, tiki 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 tapasam, and tiki 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 tapasam, bike au, bike seni tapasam, tiki tiki tiki. Бақыттың кілті ананың табанының астында. Ауа райы қандай тамаша. Досым, ар жақта қызың Ғанимен измена жасап жатыр. Өтірік айтпашы. Серьезно бауыр. Қай жерде? Сенбесің жек көрсеткен. Акоша? Сен не мынамен жүріп кеткесің ба? Жоқ. Жүріп кеткен сосын просто сүйісіп тұрмыз ғой, көріп тұрсың ғой. Сен қызыңмен жүріп жынды дейсің ба мені? Просто сүйісіп тұр екен ғой, Ринат. Я, сонша әңгіме қылып жібердің оны. Оба тегіс, онау жерден келдік қой. Жүрмесе болды ма сонда? Иә да? Сен мені жақсы көресің ба? Я да? Чем не отыр? Көрдің ба? Маған бастысы ішкі жан дүниесі. Сыртқысы маған бәрібір.
Қатасам ба? Онда боссың ба сен? Иә? Қане пәс келем? Бір жерге барып қайтайық онда. Жүріп қоймаңдар. Ойында ғой. Сен болады ма? Аламын деп отырамын. Жынды дейсің ба сен қызың өте? Просто сүйіс қояйықшы. Başlama. Ринат, қалам, көйлек керек еді маған. Қойшы ма? Ақша жоқ берді. Кешен әңгіме айтпадың. Ой, біз бірдеңеге айтады деп. Бірдеңе қатып жүргеннен құсапсыз. Мама кешіріңізші, байқамай қалдымша. Қадіріңізді білмеппін. Одан былай тек алақанда аялап жүріп, айып етпеңіз сондай болып қалды. Маған телефонын көріп қалдым. Сіздің табаныңызда екен ғой, Жаннат. Білмей қалыптынша. Бұл тек қадіріңізді білемінші, не сөйлей етпейтін жерсіз. Көйлек. Болды, әперім ғой көйлек. Тарифім бітті. Болды, оны уайымдамаң, Жокер Боп дейтін дүкен бар ше, актив билайн, любой нөмірге бар ше. Гигабайттар арзан ше, Қазақстандағы ең арзан дүкен, соны сап бере саламын гигабайт ше. Все. Бағана жәннат дедің ба, не дедің? Сүй. Сәл қойшы ма? Ата-ананың қадірі. Жотан PlayStation'ге барамыз ба, ойнаймыз ба бірдеңе? Өзіміз барып ойнап қайтайық. Бар яқта бар. Чисто балдар Иә, FIFA-дан бір алып ше. Сен не істейсің? Барам ғой. Біз үшеуміз өзіміз ойнаймыз. Жоқ, ана Mortal Kombat қазір 3 адам ойнайтын болғанда. Иә. Қарап отырсам бол. Жоқ, анда диванға сыймайсың ау сен уже. Диван бар да анда кішкене. Сушняк аламын ғой, супу. Сушняк өзіміз алсамыз? Ақша бар. Тегін ғой негізі. Кеттім, ана жерсі ғой. Кеттім. Амансың ба бауырым? Рахмет саған, брат. Мені сен ғана құтқарып алдың. Мен досының қадірін түсінбеппін. Сен сияқты досымның қадірін білуім керек еді. Қолдағы бар алтынның қадірін түсінбейді екенсің, бауырым. Ана қасымдағылардың бәрі өтірік дос екен. Олар үшін уақытша екен. Сен нағыз дос екенсің, брат. Алматы ауа-райы зор болып тұр ше, бірақ сәл шөлдеп тұрмын ше. Сушняк қысып жатыр. Кетейін да. Магазин барып сушняк. Осы таза қызығым бар ше. Әркім артынан сөйлейді. Мал ма бірдеңе. Айтпақшы, ол магазин жабық қой білесің, анда өртеніп. Онда мен апам бар ше, ана жерде. Өзің барып қайтасың ба? Болды. Осы Ринат бар ғой, таза. Қандай су. Жақсы болады негізі. Біз Макси чай аламыз. Макси чай алса, иә. Зеленый. Еще бұлым бар ғой, таза. Былықбайлар, тірліктері бар ғой, білесің бе? Жо, негізі жақсы. Сен қандай су? Маған ба? Гарил аласыз. Бұған Гарил аласың. Гарил аласың. Иә. Алдың ба өткенде қызды не істегенін? Үйленейін деп жатыр дейді. Қойшы. Тұрмыс кәдімгі. Жоқ, болды. Чипсы ала сал, радой чипсы ала сал. Әркім артынан сөйлеп, в общем, ұры. Бірге барайық. Жоқ, қала берейін да мен. Қала берейін да, радой. Жоқ, бірге барайық. Таңдап, не бойсын кет. Хорошо. Жаңа батыр ше, аза мал ғой, еркекше ұры ғой ше ол. Когда ортаң паражына күнде жиналып отқан жоқпыз ғой, бір сушняк алайық та сабыразың қып. Ал. Бүйтіп. Бір андай сабыразың қып. Қайда минерал алайық та бір 10 теңгеден тастадық. Негізі бір нәрсе істемейміз ба мынау? 7 жыл болды ана футболдан келіп жүргеніміз. Мен 4 жылдай болып қалды. 4 жыл болды ма? Мен 4 жыл болып қалды, 16 ма, сондай ғой. Туылғалы келтеріп қалды уже. Мен қазір келем онда, звондайсыңдар ғой болма? Мегабайт жоқ қой бізде. Телефон жоқ қой менде. Wi-Fi бар ма негізі? Едінса жоқ менде. Немене бәлі? Менде әйтеуір бар ше, шүкір мегабайтын. Жокер Боп дейтін дүкен бар, содан аламын ше, актив билайн, любой нөмір ғой, короче. Қазақстанда ең арзан гигабайт сататын жері, короче. Қақында olsun ондайларды. WhatsApp-да, Instagram-да бар ше, Жокер Боп қойсаң, сразу жауап береді, сразу салып жүреді. Әйтеуір мегабайтын бар. Сендер сорлы екенсіңдер ғой, бейшаралар ай. Мен өзі жағдай жоқта мен араласпаймын ше. Қойшы, бізбен давайласып отырсың. Жақсы. Құрық тауып отырсың. Өзім ортамды тауып аламын ше. Саламатсыз ба? Алашқа, иә? Иә. Алашқа шашлык жеуге баратқам ғой, пиязбен. Уже пияз жеп алған сияқтысыз ше, сәл білмей жатыр. Пияз дейсіз ба? Азына тісін жумаған ғой просто. Сәл. Одан емес мына просто андай. Жол ұстарсаға әңгіме айтып барайық. Не ғой, неше жыл болды таксиде өтіп отқаныңызға? 2 жыл болды ғой, жол аз негізі ше. Тез жетеміз, енді мен бара берейік ше. Беу. Артық емес, шымақтан кеу. Аға зарядчик бар ма? Жоқ, мен зарядчик қолданбаймын ғой. Менікі Realme S71 дейтін телефон ше. Оған зарядчик керек емес. 1 сағатта толтырып, 2 күн жүре беремін ғой. 2 күн жүресіздер ма? Bir толтырғаннан папаға да беру керек ше. Иә, Realme S21 ғой, 6300 матч, 2 күн жүресің ғой, 1 сағатта толтырып береді ғой ше. Болды, айтайшы сон папаға. Келдік ше біз. Ағай не бар ма? Темекі бар ма?
темекі болғанда ше шашектен кейін шексе оны сол кезде жақсы кетеді ше. О, рахмет, родной, от души. Жақсы. Жақсы, жолың болсын. Рахмет, рахмет. Жақсы. Когда қаладағы ағаң үйіне қонаққа келдің? Ассалаумағалейкум. Мама айтып қойған екен ғой сізге бір күн жатып кетеді. үй осы өзің көрмейсің ғой иә. Неше күн ауылдан құр денеңді алып келдің ғой, ештеңе алып келмедің, продукты ет қайтамын сразу. Аяқ таза ма? Аяқ таза. Көрсетші. Жақсы көрген емессің ғой сен. Үйде өзім жүріп үйреніп қалған ғой. Нема арқама массажда жүр, қонатын жер керек шығар бүгін. Негізі қалай қасты әді мына үйді? Сатып алдым ғой, сатып. Ауылда баняда тұратын еді біз. Өтті ғой біз. Қалай алсақ та? Сатып аласың ғой інім. Болмаса телеграмнан Азапов деген кино 2 мың теңге сатып алып көресің да, соның ішінде бір адамға осы үйді сыйлап отыр. Көрсей может, бағын жанып кетер. Мүмкін ә? Істешті. Сәл қалып кеткен солайын иә. Жалғыз болумен ше? Үстен кетіп кете бересің ғой. Мен жылап қалдым ғой. Інім сәл ар жат. Қысып жатырмын ше. Жалғыз жатып үйреніп қалғанды. Болды шекесің ғой. Тағы ар жатшы. Ауа жетпей жатыр. Иә? Енді болды ма? Жоқ, тағы ар жатшы сәл. Бұл үшін диванға жатпау керек болады ғой. Одан да ар жатшы. Нормально ма тогда? Қайтсай болмаса інім.